Төтенше жағдай жарияланған облыс орталығы мен 6 ауданда эпидемиолог мамандар зерттеу жүргізді. Мамандар инфекциялық аурулардың алдын алу мақсатында ауыз судан микробиологиялық, химиялық көрсеткіштерге сынама алды. Зертханалық тексеріс кезінде 251 су сынамасы талданды. Оның 149-ы гигиеналық нормативтер талабына толықтай сай деп отыр мамандар. Қалған 102-сі әлі зерттеліп жатыр. Эпидемиологтар әлеуметтік желіде су құрамына қатысты таралған жалған ақпаратқа сенбеуге шақырады. Департаментпен қазіргі таңда су тасқыны кезінде халық арасында тамақтан уланудың инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар сумен берілетін жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында облыс бойынша санитариялық эпидемиологиялық мониторинг күшейтілді. Егер де сумен қауіп болып жатса, міндетті түрде халықты хабардар етеміз және жұқпалы аурулардың алдын алу шараларын жүргіземіз.